Ғашықтыққа сенем, махаббатқа. Мүмкін әлі де өзімнің махаббатымды жолықтырмағандықтан бұл сұрақ маған үлкен ашық тақырып. Мұхтар Шаханов ағамыздың айтқан сөзі бар. Махаббат дегеніміз екі пайымды парасатты жанның сана биігінде жолығуы деп. Қазір кезде үйленгендердің барлығы махаббат деп ойлайды. Десе де бұл махаббат емес, бұл тағдыр. Бұл ғашықтық, кейде ғашықтық пен махаббатты шатыстырып, үй болып, кейін 30 жыл, 40 жыл уақыт өткенін байқамай қалатын жұптар да бар. Ал нағыз осы сүйгеніне қосылған жұптар аз. Сонда ғашықтық пен махаббаттың айырмашылығында айтыңызшы. Ғашықтық ол уақытша бір жарқ еткен ерекше сезім, бір әрі кетсе 2-3 жылға созылатын шығар, махаббат ол мәңгілік. Осылай айтар едім. Сонда осыған дейін ғашық болып көрмедіңіз бе? Ғашық болып көрдім. Өтірік болар. Ғашықтық болды, ал махаббат болған жоқ. Махаббат болған кезде мен айырылмайтын сияқтымын бұдан. Солай айтар едім.